күн. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздерге бүгін осындай сумка в роддом деген тақырыпта видео түсіргім келіп тұр. Бізде Құдай қаласа 38-ші неделя. Азамат деген балапаным бар. Құдай қаласа екіншісін күтіп жүрміз. Сумка в роддомға ең керек деген заттарды түсіріп тұрмын. Қажеттеріңізге жарап қалатын шығар осы видеоны қарап отырған болсаңыз. Так, ең бірінші бізге документ керек. Обменная карта, ішінде УЗИ анализдер, группа крови бәрі жазылған. Мынау неке қию туралы куәліктің копиясы және удостоверение. Және міндетті түрде керек ол зарядное устройство, маған наушник, сіздерге білмедім енді. Типа сүрелер тыңдап деген сияқты сондай мағынада алып алдым. Су, туға арналған көйлек, резиновые тапочки және екі пакет. Пакет всегда ол керек болып қалуы мүмкін. Киімдерді ауыстырып, мысалға камера хранениеға өткізсең, немесе үйіңе бер жесең, әйтеуір керек болып қалады, сұрап жүрмейсің. Сол үшін пакеттіктер алдым. Ал мынаны сестренкам ең соң осы 3-ші баласын туғанда киген. Жеңіл тудым, сенде жеңіл туып ал деп берді ырымдап, оны рахмет деп алып алдым. Сіздердің ондай ырымға деген көзқарасыңыз қандай? Менде бірінші баламда да абысыным берген сондай 3 баласын туғанда киген киім. Соны алып келіп, аман есен жақсы, өте жақсы туып алғанмын бірінші баламда. Сол ниеттеріне рахмет деп алып алдық. Одан кейінгісі екінші сумка бұл. Осы бірақ сумкамен кетемін, Құдай қаласа. Одан кейінгілерін бәрін дайындап сумканы қою керек. Мынау пеленки, бөпеге арналған. Ползункилар, распашонки, кофта, боди, короче. Мына жерде қалпақ, носки, қолғап деген сияқты киімдер. Бұлардың бәрін бірақ бір жуып үтіктеу керек. Мен оны әлі жасамадым. Одан мынандай заттар, туалетная бумага, ухочистка, прокладки. Обязательно влажная салфетка. На всякий случай бепантен крем, вазелин. Для губ детский крем. Одан кейін балаға арналған памперсы, іш киімдер, носки, емізуге арналған мушнёшка, полотенце, тарақ, косметичка. Косметичканың ішінде менде зубная паста, щетка, крем, резинка, сондай керек деген заттар. Сол басқа ауыстыратын киімдер, жаңағы баланың өзінің тоже басқа бөлек дайындап қоямын үйде. Керек кезінде алдыратындай қылып ше. Сондай. Сол үшін осы назарларыңызға рахмет. Құдай қаласа бөпе күтіп жүрген болсаңыздар, аман есен, Алла жеңілдігін беріп, аяқ қолдарыңызды бауырларыңызға алыңыздар, бөпелеріңізді ескеп. Құдайдың құдіреті күшті деп. Алып аламын. Мұсылман қорғаны деген өте керемет кітап.